Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің арнамда осындай апельсинмен шай дайындап көрсетемін сіздерге. Осы тамаққа той болған кездерде, ауыз ашқан кездерде, тамақтардан кейін жеңіл өте тамақ қорытуға көмектесетін өте жеңіл шай болады. Менің құманым осындай 1 литрлік құман. Осы құманға мен кәдімгідей грейпфрут алдым. Кез келген осындай заварка бара береді. Нағыз бұндай пакетиктегі чай болмаса, кәдімгі шайдың жарты қасық салып жіберсеңіз болады. Және де 2 апельсинді жұқалап тіліп салдым. Және де бір 5-6 грамм мята керек. Болмаса бір 10 шақты жапырақ мятаны осылай саласыздар шайға. Құманыңызға салып аласыз. Бұл тамақ басуға жақсы керемет шай, сүтті шайдан гөрі осындай шайлар сізге пайдалырақ болады. Және мен осындай барбадос пайдаландым. Осыдан мен 4 ас қасық салдым. Егер қасықтарыңыздың көлемі үлкенірек болса, 3 үлкен ас қасық салуға болады. Міне осылай бәрін салып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суымды құйдым. Барбадос пен апельсин, мята қосылған. Иісі де бұрқып керемет шай дайын болады. Қазір сәл араластырып жіберіп, осы шайымды қақпағын жауып, кішкене 1-2 минут бұқтыруға қойып қоямын. Бұқтыруға осылай қойған кезде мен үстіне сүлгі жауып қойдым. Кішкене жылы тұру үшін 1-2 минутқа осылай қойдым. Міне 2 минут тұрды, шайымыз дайын болды. Міне қазір құйып көрсетейін. Түсі де әдемі, дәмі де керемет, тоқпасар керемет шай болды. Сіздер де жасап көріңіздер.